Сәлем достар, бүгін мен сендерге әпшем мектептен келген соң істейтін айтып берем. Обедін күшті қылып ішіп алады. Біз мына жақта мен де жейінші деп тұрамыз. Әпшем бізге мектептен көп сыйлық әкеп береді. Сосын әпшем маған көзің жұм деді. Мен көзім жұмған соң біреуін ал деді. Мен көзім жұмда біреуін алдым. Көзімді ашып қарасам, менің сүйікті наклейкам тұрған екен. Розмин алғаныма қуанып тұрмын. Еще бұның бағасы арзан тұрады. Бұл наклейка баланың миын дамытады. Мен наклейкаларды қате жабыстырып қойғанымда әпшем көмектеседі. Әпшем бізге жұмыс бұйырып, өзі монтаж қылып істеп отырады. Сосын әпшем мынандай бомбочка келді. Біз оны бірінші рет істеп тұрған соң, мен қатты қуанып кеттім. Бомбочканы салған кезде фонтан болады деп ойламаппын. Мен бомба болып атылады деп ойлағанмын. Бомбочканың түсі сары еді, бірақ су жасылға айналды. Вау, бірақ сонда да зор ғой. Сосын шашымыз осылай жылтырап шықты. Айтпақшы, мен шашымды өстіріп жатырмын. Сосын әпшем екеуміз сабағымызды істедік. Әпшем новый блокнот алып, біз английский жаттауға желаниямыз ашылып кетті. Сосын қарындасымызды әрең ұйықтаттық. Тойс ұйықтатты. Мен оған дейін корейский, китайский сөз жаттадым. Не үшін десеңіздер, мені ютубқа, инстаграмға салды. Сосын мен блогер болып кетем. Актриса болғым келеді. Негізі киноға түспесем де актрисам. Сосын бізге мамамыз жамды бауырсақ пісіріп берді. Сосын әдемі киімдерімізді киіп фотоға түстік. Сосын әпшем екеуміз патыр-пұтырлатып үйді жинап тастадық. Үй жинамасақ, компьютер мал қорада жүргенде боламыз. Сол үшін жинамыз келмесе де жинайды. Үйіміз тап-таза. Сосын анау істеу керек, мынау істеу керек деп уайымдамайсың. Маған бәріміз бірге қосылып, үй жинаған дұрыс деп ойлаймын. Үлкен болсын, кішкентай болсын, бала болсын, қыз болсын, бәрібір өзінің артын жинап, үлкеннің айтқанын істеу керек. Әпшем бекерден бекерге жұмыс істеш, ананы істеш деп айтпайды. Әпшем өзі үлгермей жатқан соң настроениясы жоқ болса, бұл адамға жұмыс айта береді. Егер ол адам істемесе, істемеген үшін өкіндіреді. Слишком қатты өкіндірмейді, орташа өкіндіреді. Өкіндіріп жатқанда әпшем мақал қоя бер, екінші рет істемейді деп ойлайды. Бірақ ол екінші рет емес, 10-шы рет істеген. Ал мен болсам өзімен өзім жүре беремін. Бірақ менің де характерім жаман. Менің 3 қарындасым бар. Үшеуін де жақсы көремін. Мен оларға өзім білетін нәрселерді айтамын. Мен білетін нәрсе ойнау, күлу, жеу. Менің именно түнде ойнағым келеді қатты. Сол ойнағанның кесірінде азанғы 11-ге дейін пышқыламын. Әпшем челлендж түсіруді TikTok, Instagram, YouTube түсіреді. Өте қатты ұнатады. Әпшем үйде, мама-папа жоқ кезде сіздермен бірге болғанымен енді тіркеліп лайк баспасаңыз ренжимін. Всем бай-бай!